Сәлем досым, қалайсың? Сен де Телеграм қазақ арнасына қош келдің. Егер жаңадан көріп жатсаң, алдыңғы видеоларды көруге кеңес беремін. Және де каналға жазылуды ұмытпа. Бүгінгі енді қызық тақырып нөлден бастау ұят емес деген тақырыпқа келейін. Нөлден бастау ешқашан ұят болмайды. Себебі нөлден бастаған адам опыт жинап солай дами бастайды. Егер барлық мықты адамдардың бір кездері нөлден бастаған, кез келген адам нөлден бастаған, жоқшылықтан бастайды, неден бастайды. Сен әрбір нәтиже шығару үшін сен қорықпау керексің. Бастаудан қорықпа. Бастау ең маңызды қадамдардың бірі болып саналады. Қателесуден қашпа. Әр қателік жаңа сабақ, жаңа мүмкіндік береді. Сен өмірден қателік жасап қоямын деп қорқып жүрсең, значит сен уже қорқынышың бар деген сөз. Егер сен сол қателік жасаудан қорықпай әрекет жасай беріп қателік жасап қойсаң, сен уже түсінесің қай жерден қателік еткенін, бәрін жоспарлайсың. Сол үшін қателіктен де қорықпау керек. Ешкім сені дереу бағаламайды, ешкім бағаламайды, бірден бастапқыда нәтижең көрінбейді, ешкім саған сенбейді, не істемейді. Бірақ тырысуды тоқтатпау керексің, әрекет жасауды тоқтатпау керексің. Күнделікті әрекет сенің нәтижеңе алып келеді. Мысалы, жұмысқа барған кезде де қарасаң, жұмыста без опыт алмайды көп жерде. Саған опыт керек, андай керек дейді. Сен опытты қайдан жинаймын дейсің, стажировкаға барасың. Оның бәрі уақыт кетеді, ақша кетеді да. Ақшаны табу қиындайды. Бірақ сенің табандылығың бәрін шешіп береді. Сен қалай дұрыстап резюме жасап, дұрыстап әрекет етсең, бір жұмыс табасың. Ол жұмысқа барасың да, барғанда олар саған күмәнмен қарайды. 1-2 ай практикада жүргенде болып барады. 1-2 ай сынайды, не істеп жатыр, қалай жұмыс істеп жатыр, сырттай бақылап жүреді. Ал сенің күнделікті тырысып не істегеннен кейін олар сені бағалай бастайды да, и сен жоғарыға көтере бастайды. Бірақ нөлден бастаған кезде ешқашан тоқтауға болмайды. Нөлден бастағандар көп адамдар нөлден бастайды да, күшті келе жатып, ортасына келген кезде уже жоқ болып кетеді. Сен тоқтамауың керексің. Кішкентай қадамдар үлкен нәтиже береді. Былай қарасаң, қызық не да, кішкентай қадамдар үлкен нәтиже береді деп айтып. Бірақ та кішкентай қадам деген мен күнделікті әрекетің деп айтамын. Сен күнделікті жасап жүрген әрекеттерің деп білемін. Бір жылда сен өзіңді танымай қаласың. Любой адам бір жылда танымай, күнделікті жоспар болып не істесең, бұл жоспармен жүрсең, өзгересің, өз-өзіңді дамытасың. Сен дамыған сайын қасында адамдар саған қызығушылық артады. Сенімен уже адамдар сөйлесіп бастайды, басқаша сөйлесіп бастайды. Сен өзіңді жоғалтпайсың стратегияны. Сол мысалға көбісі басында жақтырмай қойды. Мысалы 91 болады, не болады, оларды көбісі басында менсінбеді да. Қазір бәрін қарасаң, фанаттары көп, нелер көп та. Бүкіл әншілерді кейбіреу жақтырмаймыз. Басқа жақтан барып көрініп не істегенін жақтыра бастаймыз. Бірақ та сен нөлден бастау ол үлкен жеңістің бірі деп өзім санаймын. Негізі, мысалы менің өзім қазір нөлден бастадым. Негізі менде нелер бар, заттар бар, бірақ мен оларды пока қолданбаймын деп шештім. Енді қорықпа, қателік жасасаң да жалғастыру керексің. Ешқашан берілмеу керексің. Мысалға мен де қазір мен видеомды сіздер көп адам көреді деп ойламаймын. Бірақ көретін адамдар мағынасын алып, керек заттарын алғанын қалайды. Мен де мысалы қазір нөлден бастадым. Менде қазір дым жоқ, только телефон, камера, видео, только басқа не жоқ, микрофон ешқандай жоқ. Ал егер менің видеоларым жақсы просмотрлар дамып жатса, ертеңгі күні менде уже микрофон болады, не болады, сол сияқты мен әрекет жоспар құрамын. Сол үшін ешқашан да қорықпай алға жүру керек. Бір қадам алға жасадым деп 2 қадам артқа жасауға болмайды. Керісінше, бір қадам артқа жасадым деп 2 қадам алға қарай жасау керексің. Сенің миың дамиды. Оны дамыту үшін саған жоспар құру үйрену керек. Мысалы, күнделікті жоспарыңды блокнотқа жазып қойшы. Осындай жоспар жасау керек, осындай деп жазып не істеу керексің. Мен мысалға бұл видеолардың арасында жадында 1 сәтке ойланамын, қандай видео түсірсем болады екен, мотивация берсем екен деп адамдарға. Өзіме де мотивация керек бір жағынан. Содан кейін мен күнделікті осылай жазамын да күнделікті түсіруге тырысамын. Бұл видеолар бірақ күнде шықпайды. Сол сияқты мен күнделікті видео түсіруге тырысамын. Кешкі уақыттарда осылай бос уақытта отырып, осылай видео түсіруді шештім. Күнделікті неше түрлі видеолар шығады. Олардың бәрін статистикасына қарай көремін.
1-2 ай көремін, 1-2 айда жақсы нәтиже болса менде ары қарай жалғастырамын деген үміт бар. Если нәтиже болмай не істеп жатса, мен уже басқа сфераны іздеп, басқа жақпен жұмыс істеп көремін. Вот. Егер нәтижені ары қарай осындай видеолар шыққан қаласаңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдап кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер обязательно. Вот. Енді қазір жаңадан көріп қызығып не істеп жатсаңыздар, мен барлық видеоларымды көріп шығуға кеңес беремін. Сол үшін енді сау болыңыздар деп айтамын.